don't know what. Oh, big left hook. Down goes. Кәсіпқой бокста өзіне қойылған лақап-аттарын ақтап жүрген аттөбеліндей аз ғана боксшы бар. Солардың бірі мексикалық Исаак Круз. Питбуль десе питбуль секілді қадалған жерден қан алмай қоймайтын бұл боксшының табандылығына әйгілі Майк Тайсонның өзі тәнті болған екен. Біз бүгін Жервонта Дэвистің өзімен тең дәрежеде жұдырықтаса алған жалғыз боксшы Исаак Круз жайлы айтатын боламыз. Ассалаумағалейкум достар. Әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін Әлем боксинг арнасына қош келдіңіздер. Исаак Круз 1998 жылы 23 мамырда Мексика астанасы Мехикода дүниеге келеді. Исаак бала кезінде әке-шешесі ажырасып кетіп, ол анасының қолында өскен екен. Дегенмен кезінде боксшы болған атасы мен әкесінің жолын қуғысы келген ол 7 жасынан бастап бокс залына бара бастайды. Бірнеше рет Мексика чемпионы болған Круз әуесқой бокста жеткен 70 жеңістің 50-ін нокаутпен аяқтаған екен. Бірақ Мексикада әуесқой боксшыларға ешқандай ақша төленбейді. Сол себепті 16 жастан бастап кәсіпқой боксқа ауысуға мәжбүр болған ол 2015 жылдың басында мансабын бастайды. Алғашында әлі техникасы жетіспейтін Круз қарсыластарын негізінен қара күш пен тоқтаусыз қысымның арқасында жеңіп жүреді. Бірақ мансабындағы 6-шы жекпе-жегінде тәжірибелі Луис Монтано арақашықты сақтай отырып жұдырықтасып, Крузды ұпай санымен жеңіп кетеді. Жеңілістен қорытынды шығарып, шеберлігін шыңдай берген Круз Мексикада 19 жекпе-жек өткізген соң 2019 жылдың соңында ақш-қа келеді. Мұнда 2 жекпе-жек өткізіп жеңіске жеткен соң 2020 жылдың соңында азды-көпті аты бар Диего Магдаленамен жұдырықтасады. Алғашқы секундтан қарсыласын бұрышқа ығыстырып соққы жаудырған Круз Магдаленаны нокдаунға түсіреді. Орнынан көтерілуге күш тапқан Магдалена дегенмен ұзаққа бармай нокаутқа да түседі. Арада бірнеше ай өткенде аргентиналық Хосе Матиас Ромеромен кездеседі. Аргентиналық боксшы оңай шағылатын жанға емес екен. Үнемі қозғалыста болған ол, соңынан қалмай еріп жүрген питбульді арасында тура соққылармен күтіп алып отырады. There's a big right hand there by away on Romero. There's an overhand right. Oh, piles. There's a right by. Дәл осылайша 12 раундқа созылған жекпе-жекте төрешілер жеңісті Крузға берген екен. 2021 жылдың жазында бұрын 59 келіде әлем чемпионы болған Бандит есімді лақап аты бар мексикалық Франциско Варгасқа қарсы жекпе-жек өтеді. Бандиттің жасы бұл кезде 36-ға келіп қалған болатын. Бірақ мансабында 2 рет қана жеңілген ол өте мықты боксшы. 2 мексикалық жұдырықтасса, жекпе-жек аяқталғанша қайтпай төбелеседі. Man, he is just swinging wildly, but there's a lane open down the middle, Abner, and Vargas is yet earlier, and he said, you know, maybe, but this is not big winning, but he's hanging in there and doing some good work. Will Vargas continue to try to be the veteran? Осылайша өте тартысты өтіп жатқан жекпе-жектің соңғы 10-шы раундында Питбуль басымен Бандиттің оң көзін оңдырмай соғады. Дәрігер уақыттың аз қалғанын көріп, Варгасқа жекпе-жекті жалғастыруға рұқсат береді. Бірақ соққыдан соң есін жиып үлгермеген ол, Круздың бейберекет соққыларынан соң тізерлеп отыра кетеді. Дегенмен нокдаун болса да, болмаса да жекпе-жек барысында белсенді болған Круздың жеңіске жеткендігіне ешкімнің күмәні жоқ болатын.
Арада 5 ай өткенде
Бойы ұзын, денесі ірі Кабрерамен жұдырықтасу Крузға оңай соқпайды. Өзінің физикалық басымдығын жақсы пайдаланған қарсыласы Питбульдің тура тиген соққыларын кірпік қақпастан жұтып алып отырады. Finish off Giovanni Cabrera. Cruz just loves the fight. There's a big left hook upstairs. Giovanni Cabrera. It's a jab and a right uppercut followed by a left hook, and Cabrera ate it. But it could be the winner of this matchup. There's a big left hook by Cruz followed by a right. As Isaac Cruz. Осылайша тартысты өткен жекпе-жекте бір төреші жеңісті Кабрераға берсе, екеуі Крузға берген екен. Міне достар, Питбульдің мансабы әзірге осындай. Қазіргі таңда ол Дэвиске қарсы реванш өткізуге тырысуда. Дегенмен Жервонда жақын арада Крузбен жұдырықтаспайтындығы анық. Бұл мексикалық кімге де болсын оңай қарсылас болмайды, бірақ қашықты жақсы ұстайтын ұзын боксшының Крузды жеңуге әбден мүмкіндігі бар екендігін көрдік. Қазір 61 келіде Жервонта Дэвис, Василий Ломаченко, Райан Гарсиялар жұлдыз саналады. Сіздер қалай ойлайсыздар достар? Бұлардың арасында Круздың да жұлдыз жана ма екен, әлде ортан қол боксшы болып қала бере ме? Ойларыңызды комментарийға жаза кетіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңыз үшін алғыс білдіреміз. Ұнаса міндетті түрде лайк баса кетіңіздер. Сіздермен болған Әлем боксинг арнасы.